Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін қар үстіндегі моншақтар атты салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа жылдық үстеліміздің сәнін келтіретін салатымыз үшін осындай азық-түліктер қажет болады. Суға піскен сәбіз, тауық етін қолдандым. Кез келген етті қолдануға болады. Тұздалған қияр, жұмыртқа, суға піскен және сыр, арасына жағу үшін майонез немесе қаймақ және әсемдеу үшін анар дәндерін қолдандым. Ең алдымен ұсақталып туралған етімізді тарелкемізге салып аламыз. Оның үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Етіміздің үстіне тұздалған қиярымызды саламыз. Тұздалған қиярымызды ұсақтап тураларыңызға да болады. Оның үстіне үкіштен өткізілген сәбізді саламыз. Тағы да майонезді үстіне жағып шығамыз. Міне одан соң жұмыртқамыздың сарысын үстіне әдемілеп салып шығамыз. Одан соң үкіштен өткізілген сырымызды салып шығамыз. Жұмыртқаның сарысы мен сырдың үстіне тағы да бір қабат майонезді жағып шығамыз. Ең үстіңгі қабатына жұмыртқаның ағын салып шықтым. Міне біздің салатымыз дайын. Ақ ұлпа қардай аппақ болып тұр. Оның үстіне майонезімізді осылай жағамыз. Біздің салатымыздың аты қар үстіндегі моншақтар болғандықтан үстіндегі дәндерін қойып шығатын боламыз. Міне анар дәндерінен әдемі моншақтарды өз фантазияларыңыз бойынша орналастырып сәндеулеріңізге болады. Міне біздің қар үстіндегі моншақтар атты салатымыз дайын. Сіздер де жаңа жылдық үстелдеріңізге осындай әдемі салатты жасап көріңіздер, өте дәмді, отбасыларыңыз қуанады деген ойдамын. Менің каналыма жүктелген жаңа видеоларды ең бірінші көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің видеоларымды уақыт тауып көргендеріңізге рахмет. Жаңа 2022 жылы молшылыққа, табысқа толы жыл болсын. Сау болыңыздар.